1956 жылы Мәскеу қаласында өткен Кеңес одағының коммунистік партиясының 20-шы съездінде Хрущевтің жылымығы басталғаны айқын көрсетілді. Сталиннің жеке басына бағынушылық жойылды. НКВД ГУЛАГ жүйесі жойылды. Сөз бостандығы, батыс елінің ашылуы айқын байқалды. Алайда соған қарамастан Кеңес одағының басқару жүйесі әлі де тоталитарлық болып қалды. Бұған Қарағанды металлургиялық заводы Қазақстан магниткасы салынып жатқан Теміртау қаласындағы 1959 жылдың тамыз айында болған қайғылы оқиға дәлел. 1956 жылы Кеңес одағының коммунистік партиясының сол 20-шы съездінде Теміртауда үлкен металлургия комбинатын салу жобасы түпкілікті бекітілді. Сол кезде партия мен үкімет Теміртау қаласында жаңа комбинаттың құрылысына қатысуға шақырып, еліміздің барлық комсомолдарына үндеу жолдады. 1958 жылы сәуірде бүкілодақтық Лениндік комсомол жастарының 13-ші съездінде Қазақстан магниткасы еліміздің бүкілодақтық екпінді комсомолдық құрылысы деп жариялайды. Бүкілодақтық екпінді комсомол құрылысы Кеңес үкіметінің кезіндегі мемлекет үшін ең жоғарғы деңгейдегі өнеркәсіптік нысанның құрылысы саналды. Бұл құрылыстарға бүкілодақтық Лениндік комсомол жастары одағы жетекшілік етті. Жұмысшыларды қабылдау комсомолдық жолдама бойынша өткізді. Комсомол комитетінің алынған комсомолдық жолдама екпінді құрылысына бағыт болып саналды. Жастарды Теміртау қаласына баруға, үгіттеуші комсомолдарға Қазақстан магниткасында сұранысқа ие мамандықтарды алуға және жұмыссыздықтың болмайтыны туралы, қысқа мерзімде баспанамен қамтамасыз етуге болатыны туралы ауыздарын толтырып айтып жүрді. Әрине бұның барлығы жастардың арасында қатты қызығушылық тудырды. 1959 жылдың көктеміне қарай Қазақстандық магниткаға 20 мыңнан астам адам келді. Олардың басым бөлігі 17-70 жас аралығындағы жігіттер мен қыздар болған. Құрылыс басшылығы мұншалықты жұмыс күшін жаппай қабылдауға дайын болмады. 2100 келуші жастар шатыр қалашығы деп аталатын президент шатырларында орналастырылды. Шатырларға 40-50 адам қоныстанды. Төсек орны, үстелдер, орындықтар және заттарға арналған тумбочкалар жетіспеді. Жарықтандыру нашар болды. Дүкендер мен тұрмыстық қызметтер нашар жұмыс жасады. Қоғамдық тамақтану мен медициналық қызметте мәз болмады. Жас жұмысшылар бос уақыттарын мәдени өткізетін жерде болған жоқ. Құрылыс алаңында жұмыс тоқтай бастады. Осыған орай жалақы да күнкөріс деңгейі де төмендеді. Әсіресе шатырлық қалашыққа бөшкемен әкелетін ауыз су мәселесі өткір болды. Күні бойы тұрған су тез нашарлап кетіп отырған. Бірақ тіпті мұндай судың өзі ішу мен жеке гигиена үшін жеткіліксіз болды. Комсомол жастары аңсаған жұмақ үлкен жалғанға айналды. 1959 жылдың 1-2 тамызына қараған түні ауыз судың сапасына наразылық білдіретін шатырлық қалашықтың тұрғындары асхананы, жергілікті полиция бөлімшесін қирата бастайды. Қалалық билік тәртіп орнату үшін көмекке Қарағанды қаласының ішкі істер министрлігінің оқу пунктінің курсанттары жіберілді. 2 тамыз күні шатыр қалашығына партиялық және қалалық билік келді. Ұзақ уақыт бойы үндемей келген жастар алғаш рет Қазақстан магниткасының құрылысшыларының әлеуметтік проблемалары туралы тікелей айтуға мүмкіндік алды. Қала басшылары қысқа мерзімде жағдай жасауға уәде бергеніне қарамастан 2 тамыз күні кешке бүлік қайта басталды. Әмбебап дүкен қиратылып тоналды, асхана өртенді. Қала билігіне Карлактан әскерлендірілген күзет келді. Бүлікшілер қарсылық көрсетіп, бірнеше сағат бойы дүкенді қиратуды тоқтатпады. Осыған байланысты оларға қару қолданды. Теміртау қаласындағы жаппай тәртіпсіздік туралы Қазақстан билігі және одан жоғары Мәскеу билігіне баяндалды. КСРО-ның ішкі істер министрлігінің нұсқауы бойынша 3-4 тамыз аралығында Теміртау қаласына ішкі әскерден 1400 сарбаздар мен офицерлер жіберілді. Теміртау жастарының бүлігінің салдарынан 15 адам қаза тауып, 28 адам жараланды. Тәртіпсіздікке қатысушылар мен тонағандардың 140-ы ұсталды. Қатысушылардан басқа республикалық лауазымы жоғары шенеуніктер де тергеуге түсті. Құрылысқа 30 мың куб метр құрама тұрғын үй, тұруға арналған 100 жолаушы вагоны, 1000 орындық, 10 құрама асхана, 2 клуб, толық жабдықталған 4 емхана,
250 жүк көлігі, сонымен қатар 50 автобус бөлінді. Дүкен сөрелері тапшы тауарларға толтырылды. Күзге қарай шатырлы қалашық жойылды. Тоталитарлық жүйенің Қазақстан магниткасының жұмысшыларының проблемаларына немқұрайлы қарауда, оларға көңіл бөлмеде. Құрылысшыларға сөз айтқызбауында ғана емес, сонымен қатар Теміртау қаласындағы болған оқиғаға да қатысты өзін көрсетті. Металлургтар қаласында болған бүлікке қатысқан куәгерлер ондаған жылдар бойы өздерінің естеліктерімен бөлісуге қорыққан.